өзінің сабақ бойындағы іс-әрекетіне баға беру, талдау және мәселелерді шешу жолындағы іздестіру. Мұғалім оқушының кез келген кері байланыс парағын оқи отырып, мұғалімнің сәтсіз шыққан оқушының сәтті шыққан қадамдарын, ендігі іс-әрекетін қалай жақсартуға болатынын алдын ала біліп отырады. Сонымен қатар кері байланыс парағы арқылы оқушылардың үніне құлақ түріп, оқу мен оқыту кезіндегі кедергілерді айқындап, келесі оқытуға бұдан да жақсырақ дайындалуға түрткі болады. Кері байланыс не мақсатпен алынады? Дер кезінде түзетулер жасау, қателіктерді, кемшіліктерді жою мақсатында жетілдіруді қамтамасыз ету. Үдеріс субъектілерінің дұрыс шешім қабылдауға бағыттау. Оқушылардың өзіндік бағалауын қалыптастыру. Рефлексия жасауда ықпал ете отырып, көмектесу. Оқушыларды табысқа ұмтылу сезімін ояту. Олай болса, бүгінгі біздің бастауыш сынып мұғалімдерінің дайындаған вебинарындағы өздерінің сабақ барысында қолданылып отырған құрметті әріптестер, микрофондарыңызды өшіріп қойсаңыздар. Бірінші кезекте оқушылардың орындаған тапсырмаларын дер кезінде кері байланыс беру. Бұл туралы Токаева Асиямен мен өзім айтып өтемін. Одан кейін Бодыкова Жұмакүл Өтешевна және Батталова Анар Сейітовна кері байланыс мұғалім жетістігі туралы айтып өтеді. Одан кейін Ботагөз апай мектеп алды даярлық тобындағы кері байланыс, Саламат Файзулаевна мен Гүлнар Бекенова қашықтан оқытудың кері байланыстың тиімділігі, ата-ана және мұғалім арасындағы байланыс туралы айтып өтеді. Жанна Алданазарқызы мен Марина Көшкінбайқызы үйде оқытылатын оқушылардың сабақтағы тиімділігі, кері байланысты ұйымдастыру. Алтынбекова Кенжегүл Орынбековна, Садыкова Айнара Тұрсынбековна бұл жерде инклюзивті оқушылардың арасындағы кері байланыс, интербелсенді модуль арқылы кері байланыс жүргізу. Шара Думанна, содан кейін барып Әшім Айғанай бірінші сыныптардағы кері байланыс. Раушан Құрмашевна мен Айман Сапановна кері байланысты Padlet платформасында қалай пайдалану керектігі туралы айтып өтеді. Мен өзімнің сабағымда, өз тәжірибемде күнделікті сабақта өту барысында оқушылармен көптеген кері байланыстарды алып отырамын. Ол үшін мен оқушыларда, мысалы, сіздерге көріп отырғандай, мынау күнделікті менің оқушылармен сабақ өту барысында оқушылардың кез келген тапсырмаларын маған жіберген кезде, мысалы, сабақтың үстінде немесе сабақтан кейін жіберген тапсырмалар болып жатады. Бірақ сабақ үстінде, мысалы, 1-ші, 2-ші, 5-ші тапсырмаларға дейінгі тапсырмалар мектепте қалыпты жағдайда оқыған болсақ, біз оқушылар дәптерге жазып, сол мектепте күнделікті қалыптастырушы бағалау өткізіп отыратын едік. Алайда қазіргі жағдайға байланысты оқушылардың барлығы қашықтықтан болғаннан кейін оқушылар 1-ші тапсырманы түсінді. Мысалы, әрбір тапсырманы түсіндіруден кейін дәптерге орындау деген жұмыс беріледі. Дәптерге орындаған кезде оқушылар мынандай тапсырмалар беріледі. Мысалы, оқушылардың жіберген қателіктерін дер кезінде осылай кері байланыс беріп отырамын. Мысалы, қараңыздар, оқушылар мына жерде 1-ші, мысалы, Сезім деген қыз мына жерде сабақтың барысында тапсырманы жіберді. Мен сол кезде қандай сөздерден қате кетті, ол сөз қалай жазылу керек деген сияқты дер кезінде бір оқушыға ескерту жасасақ, келесі оқушы ол қателікті жібермеуге тырысады. Сол сияқты кез келген сабақта, мысалы, математика сабағында мына оқушы тапсырманы орындады. Мен бұл оқушының орындаған тапсырмаларының қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін көк немесе қызыл сызықтарды сызу арқылы оқушылардың тапсырмаларын сабақ үстінде тексеріп отырамын. Келесі мына жердегі слайдта тағы да оқушыларда мен үнемі әрине Zoom-мен өтем деп айтпаймын. Zoom-мен және WhatsApp-пен өтемін. WhatsApp-пен өту барысында оқушылардың кері байланыс алған кезде, мысалы, бізде бастауыш сыныптарда көбінде оқушыларға оқу техникасын тексеру болады. Оқу техникасын тексерген кезде әрбір оқушыны бірдей уақытта қосып, бір мезгілде өшіріп, солардың оқушылардың минутқа оқу
техникаларын осылай тексеріп отыруға толық мүмкіндік бар. Олардың әрбір оқығандарына оқушылардың, қазір менен кейінгі әріптестерім ол туралы айтып өтеді, қандай сөзге қандай бал беру керек, балдық жүйесі туралы. Енді бұл менің сабағымдағы өтіліп отырған тәжірибемнің жиынтығы. Енді келесі кезекте Тоқаева Әсия апайдың өзінің сабағында пайдаланып отырған кері байланыстары туралы айтып өтеді. Екінші сыныптарда кері байланыстардың оқушылармен әр сабақ сайын жүргізіліп отырады. Барлық әдістер өте тиімді, бірақ та біздің сыныптың кері байланысы ең тиімділігі бұл SMS әдісі көбінесе жүргізіліп отыр. Бұл әдісте оқушылардың сабақтан кейін сабақта қалай түсінгендері жайлы айтып отырады. Көк түсті жүрекше немесе көк түсті кез келген бір жіберетін болса, онда мен түсінемін оқушылардың сабақты толықтай меңгергенін және барлығын түсінгендерін жайлы түсінуге болады. Ал сары түсті жіберетін болса, ол әлі де сұрақтары бар және сол сұрақтармен жұмыс жүргізіліп отырады. Ал қызыл түсті жүрекше немесе шар жіберетін болса, онда сабақты мүлдем түсінбей қалғанын түсініп, ары қарай сабақтан кейін жеке жұмыстар жүргізіледі ол оқушымен. Сабақтарда оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін кез келген ойындарда жүргіземіз. Көбінесе мен ребус шешу арқылы балалардың сабақты тақырыбын ашу кезінде немесе кез келген таныс емес сөздер болған кезде сол сөздермен ребус шешу арқылы ойын ойнап қызықты сабақты өткізуге талпынамыз. Ал сабақтың соңында оқушылардың осы бүгінгі тақырыпқа байланысты келесі слайд болсын. Осы бүгінгі тақырыпқа байланысты ұлы адамдардың даналық сөздерімен оқушылармен бірге талқылап, сол сабақты осы сөздермен аяқтауға болады. Бұл бізде оқушылардың дамыту қабілеттерімен қоса танымдық қабілеттері де артады. Мына жерде осы жұмыстарының нәтижелері. Оқушылар өзінің өмірге жаңағы денсаулығына байланысты неше түрлі өздерінің ойларын жазған, осы сияқты сабақтар жүргізіледі. Рахмет. Олай болса, келесі кезекте бізде Қалауова Ботагөз апай өзінің нолевой сыныптағы оқушылармен бірге кері байланысын айтып өтеді. Ботагөз апай, сөз кезегі сізде. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Кері байланыс мектепалды даярлық тобындағы кері байланыс жаңа форматтағы сабақтың маңызды бөлігі болып табылады. Кері байланыс ұсыну ережелері: позитивті болу, болмау, ынталандыруға ұмтылу, сыпайы болу, тең ұстау, сәттілікке бағыттау, мадақтау, ризашылық білдіру, тыңдай білу болып табылады. Мына алдарыңызда көріп отқандай, менің жаңағы қашықтан өту сабағым негізінен WhatsApp желісі арқылы жүргізіледі. Соның ішінде жазбаша, ауызша, графикалық түрлерін қолданамын. Алдымызда сауат ашу сабағынан Алдияр оқушымның дайындаған сабақ маған жіберген кері байланысы жазбаша түрде. Мұнда з дыбысының таңбасы белгіленген, дәптермен жұмысы белгіленген, жазу үлгісі берілген. Одан кейін Қаңбақбек Қоңыздың саяхаты атты әңгімеге құрастырылған өзінің жаңағы дыбыстарды белгілеуі. Одан кейін ың дыбысының қолдағы бар заттарменен таңбасын белгілеу. Скрепкадан қосылған ың дыбысының таңба белгісі. Дәптерді толтыру. Жазбаша маған жібергендері. Тағы да аппликациядан, математикадан. Мысалы, математикадан жасаған жұмысында оқушыларым менің шеңбер, қағазбен еп, оны жарты шеңбер, одан кейін тағы екі бүктесек, ширек болатынын, фигуралардың, геометриялық фигуралардың бөлікке бөлгенде қандай
бөліктерге бөлгенде не белгілеп жасап шыққан жұмысты. Алдымызда мысалы мына қиықтардан құрақ көрпе жасау әдісі. Балалар өздерінің қолындағы түрлі түсті қағаздан жасаған жұмыстары. Мысалы суық торғай. Суық торғайдың қандай геометриялық пішіндерді бала қолданды. Соны мысалы үшбұрыш, көзі дөңгелек, осы сияқты түрлі түсті қағаздардан жапсырып, бала түсінікті етіп, жазбаша түрде маған WhatsApp желісі арқылы Ботагөз апай, дауысыңызды өшіріп тастадыңыз сіз. Микрофоныңызды қосыңыз. Дауысты сіз өшіріп тастадыңыз, Гүлнар апай. Қазір қостым, болды. Естіліп тұр, айтайын. Осылай оқушымның жасаған жұмысы, мысалы, Әсемнің жасаған жұмысы өте керемет. Осылай мен оқушыға кері байланысты жіберіп отырамын. Оқушы маған осылай жасаған жұмыстарын жазбаша, ауызша, графикалық түрде жіберіп отырады. Мынау мысалы сурет сабағында менің ауламда атты тақырыпта бала аулада не бар? Ағаш өседі, көшесі бар, үйі бар. Ол қай жыл мезгіліне жатады мысалы? Осыны бала түсінікті етіп, маған жазбаша түрде суретін салып жіберген. Оны ауызша да жауап береді. Жасаған жұмыстардың нәтижесінде мен балаға кері байланысқа шығып, мадақтап, мақтап отырамын. Мысалы, сен керемет, өте жақсы, жарайсың. Жарайсыңдар балалар. Осы менен тиянақты орында. Енді аудио жазбаны тыңдаңыздар. Жоқ болды. Загрузка болды просто. Сен сабаққа өте жақсы дайындаласың. Тапсырмаларды уақытысында жіберіп отырасың. Сабаққа үнемі жақсы қатысып отырасың. Өте жақсы. Құрметті әріптестер, бұл жаңағы интернет болғаннан кейін жалпы негізі жақсы естіліп тұрған дауыс. Интернет болғаннан кейін өстіп кедергімен естіліп жатыр. Кешірім өтінемін. Менің компьютерім болғаннан кейін сұрап жатырмын, кешірім. Кешірім өтінеміз. Алдияр, сенің сабаққа дайындалғаның маған өте қатты ұнайды. Сен өте ұқыпты баласың. Тапсырмаларды уақытымен орындап отырасың. Сен анаңа, өзіңе алғысым шексіз. Алдағы демалыс күндеріңді жақсы демалып, жақсы көңіл күймен сабаққа келгеніңде тағы да осылай ары қарай жалғастырамыз, иә? Жақсы, ары қарай кете берейік. Біреуін тыңдап жіберіңіздер. Керемет, өте жақсы айтқаның бәрі дұрыс. Осымен сіздерге назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Кішкене техникалық ақауларға байланысты кешірім сұраймын. Жақсы, егер де Ботагөз апай сіздің айтарыңыз жоқ болса, келесі кезекте Бодокова Жұмакүл Өтешина және Батталова Анар апай екеуінің дайындаған бүгінгі сабақтағы кері байланыс туралы айтып өтетін болады.
Білім алушының тапсырманы дұрыс істеп жатқанда оларды соған өз жұмысында және қателікті жолы түсіндіресіз. Мысалы берілген кезде оқыту үшін ең тиімді болып табылады. Мысалы мына берілген кері байланысты тақырыпты қалай меңгерген? Дауысы естілмей жатыр. Кері байланыс уақытында берілген. Тапсырманы орындағаннан кейін Естілді ма? кері байланыс жасалса, оған жауап береді. Жоқ, естілмей жатыр. Әлі де есінде сақтайды. Қай жерде қайтек екенін бірден түсінеді. Егер біз кері байланыс уақытын созып алсақ, Естілді ма енді? ал оқушы Ақырын естіледі. Ақырын естіліп жатыр. байланыс біраз алмай қиналады. Келесі кері байланыс білім алушының қажеттіліктерін Енді естілді ма? есепке алу. Яғни кері байланыс жасау кезінде әр оқушының жеке ерекшеліктері мен Естілді, иә, жақсы естілді. өте маңызды. Оның жүрегіне зиян келмеу мен лайықты сыйақы беру арасындағы тепе-теңдік маңызды. Мәжбүрлі карантин жағдайында сіз әр оқушының жеке ерекшеліктерін ескере аласыз. Бір-бірімен жиі байланыста болу оң нәтиже береді. Мысалы, сабақ үстінде ауызша жауапқа шықпайтын, бірақ тапсырманы орындайтын оқушылар бар. Осындай оқушыларды үнемі назарда ұстаған дұрыс болады. Біз мынау кері байланыста жаратылыстану сабағын мысалға алып отырмыз. Осы жерде ауызша жауапқа шықпайтын оқушы тапсырманы орындады, мұғалімге жіберді. Мұғалімнің кері байланысы: дәптерге негізгі мәліметтерді нақты тауып жаза алдың, жарайсың. Ауызша сұрақ жауапқа да қатысуға дағдылан. Оқушының кері байланысы: рахмет сізге, жарайды апай. Кері байланыстың келесі бір тиімді түрі 5 сұрақ. Оқушылардың өз жұмысын дұрыс көзқараста таныса, оқытудың тиімділігі жоғары болады. Егер әрбір оқушы осындай өзіне 5 сұрақты қоюға дағдыланса, керемет нәтиже береді. Өзі бақылау ретінде келесі 5 сұраққа тұрақты түрде жауап беріп отыру мүмкін. Мен не істедім бүгін? Мен тағы да не істей аламын? Менің жұмысым құрбыларымның жұмысынан салыстырмалы түрде қандай? Мен біреуге көмектесе аламын ба? Мұнан да жақсы нені істей аламын? Бұл сұрақтар ата-аналарға кері байланыс орнатуға да пайдалы. Олар балалармен бірге аралық нәтижелерді қорытындай алады. Ең бастысы, әңгіме мүмкіндігінше нақты болады, яғни дәлел болады бұл жерде. Мына мысал ретінде 4-ші сынып оқушысы Айболдың дәптерін алдық. Келесі бірге-бір кездесу ұйымдастыру. Яғни сыныпта әрине ұяң, өзіне сенімсіз балалар әр сыныпта да бар. Яғни осы байланыстың түрі бірге-бір кездесу өте тиімді. Білім алушы бетпе-бет немесе бірге-бір кездесу кері байланысты қамтамасыз етудің тиімді құралдарының бірі болып табылады. Бұл жерде білім алушы сіздің жеке назарыңызды асыға күтеді. Мұндай жеке кездесу педагогикалық қарым-қатынасты нақтылауға, оның даралануын қамтамасыз етуге және тек қажетті сұрақтарды қоюға мүмкіндік береді. Ол жолдастарынан ұялады, тек сізден көмек сұрай алады. Жеке кездесу әдетте көтеріңкі көңіл күйде болуы керек. Өйткені бұл білім алушы келесі кездесуді асыға күтуге итермелейді. Сабақтарда біз көбінесе бұл оқушылар шығармашылық тапсырма, қосымша тапсырмалар берген кезде орындайды және де ортаға жіберуге қысылып жеке жібереді. Сол кезде сіз кері байланысын нақтылы уақытында көрсеңіз, яғни бұл жерде сенімсіздік байқалады. Апай, сәлеметсіз бе? Салған постерім бола ма? Сәлеметсің бе? Өте керемет жұмыс. Басқа оқушыларға да ұнады. Бәрекелді деп қол қаштап, қолдап отырған
яғни әр оқушыны біз аша аламыз келесі күндерде. Келесі шын жүректен мадақтау. Бұл жерде білім алушылар кейбір мұғалімдердің бір болмашы кішігірім іс-әрекеттер үшін мағынасыз мақтау сөздерін қолданатындығын тез анықтап қояды. Егер де сіз үнемі оқушыларға жарайсыз, жарайсың, ақылдым деп айтатын болсаңыз, уақыт өте келе бұл сөздер мағынасы болып қалады. Мұндай сөздерді сирек қолданыңыз. Оқушы ата-анасына одан да хабарласып, олардың баласының қалай оқитыны, немесе өзін қалай ұстайтындығы туралы ойланатыныңызды көрсетіңіз. Ең басты бұл әңгіме сындарлы болу. Баланың жағымсыз жақтарын көрсетіңіз, жағымды жақтарын көрсетіңіз. Және сіз қандай проблемаларға кезігесіз, сізге қандай көмек керек ата-ана тарапынан. Бұл бала ата-анаға да, сіздің оқушыңызға да ұнайды. Бұл одақ, яғни бұл жерде ата-ана мен мұғалім, оқушы мен мұғалім, оқушы ата-ана арасындағы қарым-қатынасты үштік одаққа кері байланыс ретінде жақсы жұмыс жасайды. Нәтижесі жоғары болмақ. Назарларыңызға рахмет. Енді келесі кезекте бізде кім? Абдрасилова Саламат апай, сонымен бірге Жыланкөзова Ботагөз апай өздерінің бүгінгі сабақтағы қашықтан оқытудағы кері байланыстың тиімділігі және ата-ана туралы, ата-ана мен оқушы арасындағы байланыс туралы айтып өтеді. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, біздің жұмыс тақырыбымыз кері байланыс мұғалім жетістігі. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, біздің мектеп алды даярлық сыныбының тақырыбы қашықтан оқытуда кері байланыстың тиімділігі ата-ана мұғалім. Кері байланыс әрекетін ұйымдастыруда көзделетін мақсатымыз оқушының сапалы ішкі рефлексиясын даярлау, өз бетімен еңбектену, бәсекеге қабілетті болу, алғырлық сияқты қабілеттерін дамыту. Кері байланыстың ережелерін атап өтетін болсақ, позитивті болу, жақсы жақтарын айту, сәттілікке бағыттау, және балаларды біз ынталандырып отырамыз, ризашылығымызды білдіреміз, мадақтай білу, бұл мақтап отырсақ жоғары нәтижеге жеткіземіз. Бізде білесіздер, мектеп алды дайындық тобында WhatsApp мессенджері арқылы чатта ата-ана, оқушы, мұғалім арасында жүреді. Оқушы ата-ана арқылы байланыс жасайды. Кері байланыстың түрлерінен жедел кері байланысты қолданамыз. Жедел кері байланыста сабақтың соңында ғана емес, сабақ барысында жүргізіп отырамыз. Тапсырма берілген уақыт аясында көңіл күйді білдіретін графикалық суреттермен ақылдым, әдемі жауап, тамаша, мен сені мақтан етемін деген суреттермен кері байланыс арқылы бағалаймыз. Кері байланыспен бағалаған кезде оқушы да өзіні бағалай алады. Және біздің бағалау түрінде оқулықтағы тапсырманы орындап болғанда біз балаларға айтамыз, егер де сендерге сабақ түсінікті, қызықты болса, төмендегі суретті жасыл түспен боя. Егер де сабақ сендерге түсінбей қалған жерлерің болса, онда суретті қызыл түспен боя дейміз. Сонда бұл жерде балалардың сабақты қаншалықты түсінгенін, түсінбегенін білеміз, және қызыл түспен бояған оқушыларға қосымша және сұрақ жауап арқылы түсіндіруге тырысамыз. Кері байланыстан біздің ойлауды дамыту үшін және сұрақтары бар кері байланыс қоямыз. Бұл жерде оқушы сұрақтарды, тапсырманы орындап болғанда біз оларға жарайсыңдар деп аудиозапис арқылы
хабарлап тұрамыз. Егер де тапсырманы дұрыс орындаған бала тек қана жарайсың дегенмен шектеліп қалмай, баланың ойын және дамыту үшін, ары қарай іздену үшін тағы да біз балаларға сұрақтар қоямыз. Сонда оқушы үнемі ойланумен, ізденумен өтеді, тежеліп қалмайды. Біздің осы кері байланыс арқылы қолайлы оқу үшін кері байланыс және мадақтау, мақтау қажет. Сондықтан кері байланыс жүргізу тиіс деп ойлаймыз. Кері байланыстан біздің күтетін нәтижеміз мұғалім мен оқушы, ата-ана қарым-қатынасы жақсарады. Кері байланыстың тиімділігі арқылы оқыту мен оқу сапасын жақсартуға болады. Назар қойғандарыңызға рахмет. Құрметті әріптестер, бізде қазір уақытымыз аяқталып жатыр. Егер өшіп қалса, жаңа ссылка бар ғой жіберген, соны қосып қайтадан кіресіздер ғой, иә? Егер өшіп қалған жағдайда. Қазір енді келесі кезекте Баймаханова Жанна мен Кажиева Маринаның өзінің сабақ барысындағы дайындаған тапсырмалы кері байланыстарымен таныс боласыздар. Марина апай, қосылыңыздар. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі менің кері байланысым үйден оқытылатын оқушылармен сабақтағы тиімді кері байланысты ұйымдастыру болып табылады. Кері байланыс Қазақстан Республикасының білім туралы заңының 2-ші тарау 8-ші бабының 5-ші тармағында мемлекет даму мүмкіндігі шектелген балалар білім алуына қамтамасыз кері байланыс беру өте маңызды болып табылады. Яғни кері байланысты үйден оқытылатын оқушылармен мына жерде үштік байланыс арқылы үштік тығыз байланыста болуымыз керек. Яғни ата-ана, мұғалім, оқушы. Ата-ана, мұғалім, оқушы болып, ата-ана жаңағы көңіл күйлері жақсы болу керек, денсаулықтарына назар аударуымыз керек, және материалдық жағдайлар болу керек. Ата-ана уақыт бөлу керек, баласына бағыттау, қадағалап, және үнемі қасында бірге баланың сабақ оқуына үнемі көмектесіп отыруы қажет. Яғни бұл айтып тұрған себебім, менің сыныбымда, 1-ші А сыныбында бала, яғни Әбілқайыр Айбар деген бала бар. Оның міндетті түрде сабақ оқуына жанында ата-анасы көмектеседі. Және кері байланысты мен үнемі жаңағы WhatsApp желісі арқылы алып отырамын. Кері байланыс мақсатқа жетелейтін нақты әрекет, ситуация, талас тудыратын сұрақтар мен мәселелер бойынша түсінік алу және беру үдерісі. Тиімді кері байланысты ұйымдастыру сапалы оқытудың негізі болып табылады. Құралдармен жұмыс жасау, таным қабілетімен қоса моторикасында дамытып отырамыз. Яғни мына жерде Айбардың сабақ оқығандағы бұл жерде Айбар жаңа орындаған тапсырмаларын өзі оқи алмастан жаңағы оқыған дыбыстардан сөздер құрастыру арқылы таяқшалардан сөздер құрастырып сөздерге тығыздықталдың көмегімен оқып термен жүргізетін. Гүлнар апай, микрофон. Енді қазір жаңа ссылканы басып кіру керек қой қайтадан.
М.